Иә, бұрын ана алдыңғы жылда деп жүреді, енді қазір кішкене қорқайын деді ма? Айттым ғой, иә. Продюсер алып кетеді ау деп. Иә, контракт болса, ол минимум 3 жылға деп айтып едім, соған қорқып кеткен сияқты. Резко содан кейін анасымен таныстырайық деді ол. Онан да созып қашан дегенде. Алтын балғым менен қашып кете ма деді ғой. Сол кішкене қорқып кеткен сияқты. Правильно, Алексей, нужно торопиться. А то продюсеры могут забрать Динару. Контракт подпишут. Потом что будем делать? 5 лет придется ждать потом Динару. 3. 3? 3 года. Ну, тоже немало, знаете. Так что лучше... Пусть железо пока горячо. Оған қалса менде де асықпайын жақпайын ғой. Бірақ менде де негізінде ән айтқым келеді, шын айтсам. Ау. Ән айтқым келеді. Ән айтқым келеді. Сол бұрынғы арманым әлі